Қыстың күні аяз қақап тұрғанда қар басқан жолмен бір бай үйіне асығып келе жатады. Басында түлкі тымақ, үстіне қымбат бұлғын тон кигенмен жаурағаны сонша тісі тісіне тимей қалтырап, дірілдеп келеді екен. Сөйтіп бүрісіп келе жатқанда байдың алдынан алдаркөсе кездесе кетеді. Оның жалаң киген тоны шұрық тесік, жан далбасалап суыққа әрең шыдаса да қатты тоңғанын білдірмеді. Бірақ алдаркөсе суыққа оңай берілмеді. Ақыл толы бас болсау, жақсы аттау болғайсың. Жақсы аттау болғайсың, жақсы аттау болғайсың. Кет жолымнан! Ей, ашық ауыз неме, жан-жағыңа қарамайсың бей? Міне, мені қараш, менде бәрі бар. Ауқатты адаммын, ақылым да мол. Олай болса, осындай жағдайға неге ұшыраймын да жүрем? Ал сен болсаң дымың жоқ, ақыма қара табансың. Қасыңда мендей адам тоңып жаурап тұрғанда сен қуанып ән айтып келесің. Тоның анау бүтін жері жоқ, шұрық тесік. Ол қалай, Ақылыңды білмеймін. Енді тонның жайын айтайын. Тон жылытпаса жарамсыз болғаны ғой. Қалай? Неге жарамсыз? Оның құны 100 000 теңге. Мәселе ақша демес қой. Менің тоным тиын ғана тұрады. Оны сенің тоныңа ауыстыру деген менің ойыма да кіріп шықпайды. Неге? Өйткені аямай бар күшімді салып, тонның тесік-тесігін лайықты етіп келтірдім. Суық бір тесіктен кіреді де, екінші тесіктен лезде шығады. Ал жылу менің бойымда қалады. Бұндай тонмен ешқандай суықтан қорықпаймын. Солайды. Тоныңды маған сатшы онда. Мен немен қалам? Оның орнына өз тонымды берем. Сенің тоның дым жылытпайды, оны қайтем? Үстіне қосып ақша берем, әбден жаурақ болдым. Үйіме жет алмайым ба деп қорқам. Жолда қатып өлсем, барша жұрт бірден жетімсірек балады ғой. Білмеймін байеке. Атымызды да айырбастасақ қайтеді. Менің атым сенікінен қымбаттау ғой. Иә, тоным сенікінен арзан. Бірақ 5 тиын тұрса да жып-жылы. Тоңынан тоңып тұрған өзің ғой. Жарайды. Айырбастайық. Қой, жылжиын. Сенің тоныңды киіп, үсіп қалмай тұрғанымда үйіме жетіп алайын. Қошпал, байеке. Мен алдармын, сақалымдау талдармын, сұрсыз жерде... Тоқта! Қайда кеттің, Кері қайт, жетпегір, тоқта дейм! Тоны шынымен жақсы екен. Әжептәуір жылынып қалдым. Атың қайда? Тоның қайда? Біреу тонап кетті ме сені? Анау айдалада тоңып, үсіп қала жаздағанымда бір мейірімді кісі кездесіп, мені аяп, өзінің мұнан қараш жылы тонын айырбастады. Өзі менің жаман тонымды киіп кетті. Сонда мынау жылымасаған? Мына аттың артынан жүгіргенімді жылыт. Енді қайтадан жаурай бастадым. Шаршап тұрмын, қарным да ашты. Онда үйге кір. Қазір тез жылынасың. Міне, саған есуас. Ендігәрі кез келген дүниеңді бермейтін болады.
Дұрыс тоның бар болса, еш уақытта тоңбайсың. Жақсы жарың бар болса, еш уақытта тозбайсың. Ақыл жолы бас болса, жақсы атта болғайсың. Однажды встретились бай и алдаркөсе. Бірде бай мен алдаркөсе кездесіпті. Бірде бай мен алдаркөсе кездесіпті. И как ты не мерзнешь? Қалай тоңбайсың өзің? Қалай тоңбайсың өзің? У меня шуба особенная. Менің тоным ерекше. Менің тоным ерекше. Давай шубами меняться. Кел, тонымызды айырбастайық. Кел, тонымызды айырбастайық. Она действительно греет. Мынау шынымен жылытып барат. Мынау шынымен жылытып барат. Что это на тебе? Где твой конь? Үстіңдегі мынауың не? Атың қайда? Үстіңдегі мынауың не? Атың қайда?